Сәлем достар, бүгінгі видеода үй гүлдеріне янтарная кислотаның пайдасы мен зиянын айтамын. Үй гүлдеріне қолдануға болады ма, әлде болмайды ма деген сұрақтарға жауап беремін. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Видео соңында гүлдерге өте пайдалы болатын, ешкім айта бермейтін құпиямен бөлісемін. Гүлдеріңіз жайқалып, әдемі көркімен қуансын десеңіздер, каналға тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса төменге комментарийға қалдырсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Янтарная кислотаны гүлдерге қолдануға болады, бірақ орнымен және мөлшерімен қолдану керек. Көп адамдар янтарная кислотаны тыңайтқыш ретінде пайдаланамын дейді. Ол дұрыс емес. Янтарная кислота тыңайтқыш емес, және оны жиі қолдануға болмайды. Себебі бұл гүлдің өсуіне септігін тигізетін стимулятор. Жиі қолданатын болсаңыздар, гүлдеріңізден айырылып қалуларыңыз мүмкін. Ал енді янтарная кислотаның қалай жұмыс жасайтынына келер болсақ, бірінші, гүлдің өсуіне септігін тигізеді. Горшоктағы топырақ құрамын жақсартады. Екіншіден, антистресс жұмысын атқарады. Тамырлату да қызметін атқарады. Гүлдің иммунитетін көтереді. Топырағына құйсақ, гүлдің өскенін байқаймыз. Ал жапырағына шашсақ, жаңа жапырақтарының жап-жасыл, өте әдемі болып көбейгенін байқаймыз. Бірақ құю уақыты мен мөлшерін білу керек. Егер янтарная кислотаны керек етпей тұрған гүлге құятын болсаңыздар, өзгеріс көрмейсіздер. Өсуін тоқтатқан және стресс алған гүлге қолданған дұрыс. Әдемі өсіп тұрған гүлдерге қолдануға болмайды. Себебі сау болып өсіп тұрған гүлдің өзі янтарная кислотаны бөліп шығарады. Бірақ өте аз мөлшерде, ол өзіне жеткілікті болады. Оған қоса сіздер де беретін болсаңыздар, гүлге зиянын келтіреді. Егер гүлдерде зиянкестер болса, онда янтарная кислотаны қолдануға болмайды. Себебі янтарная кислота гүлді ғана емес, сонымен қатар зиянкестерді де күшейтеді. Күшейген зиянкестер 2 есе күшпен гүлдерге зиянын келтіріп, сонымен гүлді өлтіреді. Сол үшін алдымен зиянкестерден құтылып алу керек. Одан кейін барып иммунитетін көтеру үшін янтарная кислотаны қолданамыз. Көп адамдар бұл құпияны білмейді. Янтарная кислотаны аптекадан таблетка түрінде алуға болады. Ал сұйық түрі гүл сататын дүкендерде сатады. Дозалық мөлшеріне келер болсақ, бір таблетканы 1 литр суға ерітіп қолдансаңыздар болады. Ал енді видео соңындағы құпияға келер болсақ, янтарная кислотаны 1 айда 1 рет қана қолдануға болады. Оның өзінде гүлді тексеріп зиянкестерден және мөлшеріне қарап қолдану керек. Гүлдеріңіз жайқалып өсіп, сіздерді қуанта берсін. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қоңыраушаны басып қоятын болсаңыздар, мен шығарған видеоны біріншілердің бірі болып көретін боласыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.